Ресей нөмірімен жүрген көлік жүргізушілері бүгін Петропавлда да жиналды. Автомобильдерін көрші елден сатып алған тұрғындар темір тұлпарларын айыппұл тұрағынан шығарып беруді талап етеді. Сөздерінше, экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері тура жолдың ортасында тоқтатады, көліктерін айып тұрағына апарады. Сөйтсе, сатып алған автомобильдері не Қазақстанда, не Ресейде тіркеуде жоқ болып шыққан. Петропавлдағы айыппұл тұрағынан көлігін шығара алмай жүргендердің бірі Данияр Исин, Щучинск қаласының тұрғыны. Қазанның басында Қостанайға барып, Nissan Estima көлігін екесе арзан бағаға алғанын айтады. Бірақ небәрі 17 күн мінген көлігін экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері тәркілеп алған. Сөзінше, еш есепте жоқ көлігінің Қазақстанға заңсыз кіргізілгенін білген. Осы конструктор машиналарда границадан кім өткізді? Негізі үкімет тарапынан. Сол жауап бізге керек. Және де қазіргі халық осы жағдайға түскеннен кейін оның шешімін кім табады халыққа? Көлік иелері Щучинск, Көкшетау, Нұрсұлтан мен Жезқазғаннан жиналған. Тіпті араларында Ресей нөмірлі көлігін 3 миллион теңгеге сатып алып, тағы 2 миллион теңге төлеп Қазақстанда тіркеуге қойғандары да бар. Сөздерінше, елге еркін кіргізілген көліктер қалайша заңсыз болып шыққан дейді. Якобы 1500 машин было завезено. Бір адам 1,5 мың көлікті заңсыз елге кіргізген дейді. Ал біз соны 3-ші адамнан сатып алдық. Мен осы көлікті кредитке алдым. Енді қазір далада қалып отырмын. Ал экономикалық тергеу департаментінің өкілдері бұл көліктер шекара арқылы заңсыз кіргізілгенін айтады. Яғни құжат бойынша қосалқы бөлшек ретінде рәсімделіпті. Қазір тергеу аяқталуға жақын. Экономикалық контрабандамен айналысқан Қазақстан мен Ресей азаматтары ұсталғанын айтады. С правосторонним расположением рулевого управления из Японии. Олар Жапониядан әкелінген оң жақ рөлі бар көліктерді Ресей арқылы заңсыз тасымалдаған болуы мүмкін. Солардың ішінде бұл көліктер де бар. Әрі қарай сот шешеді. Қаланың орталығына жиналған бір топ азаматтың алдына қала әкімінің орынбасары мен полиция қызметкерлері келді. Көлік иелерін қалалық әкімдік ғимаратына шақырып алып кетті. Бірақ нақты жауап берілмей, тек тергеу мен соттың аяқталуын күтеміз деп қысқа қайырды. Руслан Жасұланұлы, Азамат Елубаев, Информбюро, Солтүстік Қазақстан облысы.